Ақша табудың адамдар айтпайтын жолдары мен шындығы. Ақшаның жұмбақ әлемі. Барлығы ақша табуды қалайды. Бірақ неге көп адам кедей, ал санаулысы ғана бай? Себебі ақшаның шынайы ережесін ешкім ашып айтпайды. Бірақ мен айтайын. Мектепте саған еңбек етсең бай боласың деді. Бірақ әлемде ең көп еңбектенетіндер байлар емес, жұмысшылар. Яғни сонда байлық еңбекпен үздіксіз әрекеттен емес, ойлау тәсілімен келеді екен. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін біз ақша табудың айтылмайтын шындығын ашамыз. Бірінші шындық. Ақша еңбектің емес, құндылықтың нәтижесі. Көп адам ақша табу, көп жұмыс істеуге тең деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ақша ең көп тер төккенге емес, ең көп құндылық тудырғанға келеді. Мысалы, бір құрылысшы күніне 12 сағат жұмыс істейді. Айына 200-500 мың теңге алады. Ал TikTokта 1 минуттық видео түсірген адам миллиондаған теңге табады. Неге? Өйткені біреуі күшін сатады, ал екіншісі ықпалын сатады, әсерін сатады. Ақша энергия емес, әсер. Кім көп әсер етеді, соның табысы көп болады. Екінші шындық. Ақша сенің ойлау жүйеңнің айнасы. Бір қызығы, адамдар кедей болған кезде ақшаны жек көреді. Бірақ бай болғысы келеді сонда да. Бұл психологиялық қайшылық. Ми ақша жаман деп қабылдаса, ол сенен қашады. Мысалы, көп адам ақша бәрін бұзады дейді. Бірақ сол адам ақшасыз өмір сүре алмайды. Ал байлар ақшаны мақсат емес, құрал деп көреді. Ал кедейлер үшін ақша арманның соңғы нүктесі іспетті. Міне, айырмашылық осында. Біздің кеңестік дәуірдегі әдебиет пен мәдениет, тіпті ертегілердегі бай кейіпкерлердің барлығы ақымақ, жаман, оңбаған, ал кедей алдар көсе сияқты. Былай қарағанда алаяқтар жақсы, кедей болу мақтаныш деген насихаттың неге негізделгенін білген боларсыз. Өйткені Лениннің де осы кедейлік идеясын алға тарта отырып билікке келгенін, алшаңдап басқан алашордашылар мен байбағландарды шеттерінен қырғанын, атып шапқанын, олар өмірден кеткен соң қауқары жоқ кедейлерге емін-еркін билік еткенін, 70 жыл бойы билеп төстегенін біліп отырған боларсыз. Үшінші шындық. Ақша идеяны іздейді. Бүгінде байлық ең мықты идеяларға барып қосылады. Мысалы, Яндекс машина түгілі мынандай темірі жоқ компания, бірақ ең бай алпауыттардың бірі. Airbnb қонақ үй түгілі кірпіштері де жоқ, бірақ түгел қонақ үй индустриясын жеңген компания. Каспий Гезет тек қана банк емес, бірақ бүкіл банктерден табыстырақ. Титтейде түс шығыс шығармайды, бірақ күніне миллиондаған сауда жасайды, миллиардтаған табыстар табады. Себебі ақшаның иесі адамдар, ал адамдар ыңғайлылықты, уақытты, әсерді сатып алады. Олар барлығына ортақ тиімді көпір бола білді. Бәсекелестерін басып озды. Кім осыны түсініп шешім ұсынса, сол табады. Идея дегеніміз кез келген ой емес. Идея пайда әкелетін ой. Төртінші шындық. Ақша сенің жүйеңе ғана келеді. Көп адам ақшаны бір реттік табыс деп көреді. Бірақ шын мәнінде байлар жүйе салады. Мысалы, Макдональдс бургер сатушы емес, жер мен франшиза жүйесінің иесі. Freedom Finance тек брокер емес, инвестор мен компания арасындағы көпір жүйесі. Біздің қажет сияқты платформалар білім мен бизнесті біріктіретін ерекше жүйе. Аз ғана ақша төлеп, жыл бойы шексіз курстарды тамашалап, бизнеске қатысты білімдер ала аласыздар. Яғни, сен не істесең де, егер ол жүйеге айналмаса, ертең бәрі нөлден қайта басталады. Бесінші шындық. Ақша IQ емес, EQ таңдайды. Адамдардың көбі ақылды, бірақ бәрі бай емес. Неге? Себебі ақша эмоциямен жүреді. Инвестор сені жақсы көрсін, ақша салады. Клиент саған сенсе, сатып алады. Қоғам саған риза болса, бренд өседі, дамиды. Сондықтан бай болу үшін тек ақылды болу аз. Сенің эмоциялық әсерің, сенімің, энергияң табысыңның кілті. Әйтпесе барлық кітапты жеген қаншама ақылдылар жүр. Алтыншы шындық. Ақша адамнан бұрын идеяға келеді. Инвестор адамға емес, идеяға сенеді, соған ақша салады. Адам өзгеруі мүмкін, бірақ жүйе, бизнес дұрыс жұмыс істейді. Сондықтан ең үлкен қателік бәрін өзім істеймін деу. Бай адамдардың формуласы идея, команда, жүйе. Осылардың үшеуін қоссақ, табыс болмақ. Сол себепті сенің ең қымбат капиталың ойың мен ортаң. Ортаң кім болса, табысың да сол деңгейде болады.
Тоқетерін айтсақ, ақшаның шындығы мынау. Ақша өмірдің сынағы. Ол кімнің қолында болса, соның мінезін ашады. Біреу үшін ол құтқару құралы, екінші үшін биліктің қаруы. Бірақ ең бастысы, ақша ешқашан мақсаты жоқ адамға бармайды. Сен табысқа ұмтылмай, құндылық беруге ұмтылсаң, ақша саған өзі келеді, артыңнан табыс жүгіреді. Ақша адамнан емес, адамдық пен идеядан туады. Сондықтан шын байлық қалтада емес, санада. Ал ең мықты валюта сенің ойың, назарың. Сондықтан ойыңыз бен назарыңызды жақсы нәрсеге бағыттаңыз. Назарыңыз нормальный нәрсені көрсін десеңіз, қажет арнасына жазылып қойыңыз. Ал ойыңыз өсіп, пайда келетін идеяға айналсын десеңіз, қажет қосымшасын жүктеп алыңыздағы ішіндегі пайдалы курстарды қараңыз, жақсы идеялар алып, табысыңызды арттырыңыз. Айтпақшы, бай болатын адамдардың бір белгісі пайдалы ақпараттарды баршаға бөліседі екен. Егер осы видеоны пайдалы деп тапсаңыз, айналаңыздағы жақсы көретін жандарға жіберіп қойыңыз.